Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода 38 жылдық еңбек өтілі үшін қанша зейнетақы тағайындалады, сол туралы толығырақ айтамын. Зейнетке шығатын кісі әйел кісі 2023 жылы шығады зейнетке 8 айда. Енді бұл кісі зейнетақының 3 түрін алады: ынтымақты зейнетақы, базалық зейнетақы және НПФ-тен берілетін төлемдерді. Ынтымақты зейнетақы үшін біз 98 жылдың 1 қаңтарынан дейінгі еңбек өтілін аламыз және кез келген қатарынан тұрған 36 айлық табысын аламыз. Енді бұл кісі 62 жылы туған болса, 79 жылдан бастап оқу орнына түседі, яғни 17 жасынан. Сол себепті бұл кісінің еңбек өтілі максималды көрсеткіште болып тұр, 218 айды құрайды. Ал есептеу бойынша 240 ай максималды көрсеткіш ретінде заң бойынша қалып қалған. Енді осы көрсеткіштер көбейту арқылы біз ынтымақты зейнетақы мөлшерін есептедік. 103.414 теңге ынтымақты зейнетақы мөлшері шығып тұр. Базалық зейнетақы бұл кісіде 38 жылдық еңбек өтілі 100% береді. Енді осы ретте айта кететінім, 2023 жыл үшін 30 жыл еңбек өтілі болса да жеткілікті. Үстіндегі 8 жыл ешқандай рөл ойнамайды. Енді мемлекеттік бюджеттен алынатын зейнетақы мөлшері 143.981 теңгені құрайды. Келесі зейнетақы түрі НПФ-тен берілетін төлемдер. Яғни бұл кісіде қазіргі кезде 6.928.290 теңге зейнетақы аударымдары бар. Осы сумманы бұл кісі 15 жыл және 4 ай көлемінде 37.528 теңге мөлшерінде алатын болады. Енді зейнетке шыққаннан кейін осының 50%-ын шешуге де мүмкіндігі болады. Келесі біз енді еңбек өтілін есептедік. Еңбек өтілін есептеген кезде ең алдымен біз дипломды алдық, еңбек кітапшасындағы запистерді алдық. Сол арқылы бұл кісінің бүкіл еңбек өтілін есептелінді. Одан кейінгі көрсеткіш зейнетақы аударымдары, яғни 98 жылдан кейінгі еңбек өтілін біз зейнетақы аударымдары арқылы есептейміз. Сол зейнетақы аударымдарын есептеген кезде 242 ай есепке алынды. Осы 242-ні біз 2-ге бөлу арқылы қазақстандық еңбек өтілін есептеп шығарамыз. Мына жерге қарап келсеңіз, ынтымақты зейнетақы үшін 18 жылды құрайды, ал базалық зейнетақы үшін 20 жылдық еңбек өтілі бар. Сол кезде барлық өмірлік еңбек өтілі 38 жылды құрайды. Ал 2023 жыл үшін 30 жыл максималды көрсеткіш болып табылады. Келесі көрсеткіш біз 36 айлық табысты есептеміз. 36 айлық табыс ретінде біз кез келген қатарынан тұрған 3 жылдық табысты көрсетеміз. Сол көрсеткіш бізге тікелей ынтымақты зейнетақы үшін өте маңызды көрсеткіш болып табылады. Сондағы есептеу бұл НПФ-тен берілетін төлемдерді есептейміз. Яғни сол НПФ-тағы берілетін сумманы алдымен жазып аламыз. Сол сумманы біз бөлу арқылы сол НПФ-тен сумманы қанша мөлшерде қанша жыл алатынын толығымен есептеп береміз. Және 50%-ын шешуге мүмкіндік бар ма жоқ па, сол толығымен есептелінеді. Консультация бойынша мен WhatsApp номерім хабарласыңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода осы 38 жылдық еңбек өтілі болып және табысы орташа және аз болған кезде қанша зейнетақы тағайындалады, сол туралы толығымен түсіндіріп беремін. Сау болыңыздар.